Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің бастамасымен өздеріңіз білесіндей, мұны ағымдағы жылдың сәуір айынан бері республика көлемінде жолда қабылдау деген арнайы акция өткізіліп жатыр. Мұны сәуірден бері бұл уже ай сайын 6-7 рет өтіп жатыр уже бүгінгі. Мынау ауа райының қолайсыздығына байланысты Ішкі істер министрінің нұсқауына сәйкес осы қазан айынан бастап осындай жолда қабылдау деген арнайы акция департаменттің қасындағы және аудандық қалалық полиция басқарма бөлімдерінің қастарында ашылған арнайы халықтық кеңселерде, яғни фронт офистерде өткізіліп жатыр. Бұл жолда қабылдау акциясының негізгі мақсаты халық арасында халықтарды, азаматтарды мазалап жүрген сұрақтарға сол жерге халық арасына барып тікелей жауап беру. Осы іс-шараға, осы мақсатта полицияның әр қызметтерінен көші-қон, әкімшілік полиция, жергілікті полиция қызметкерлерінің білікті қызметкерлер бөлініп, азаматтардан келіп түскен жауаптарға нақты да квалифицированный жауаптар дайындап беруде. Түркістан қаласында осы уақытқа дейін бұл шара Есімхан алаңында өткізіліп келген еді. Бірақ қазір осына ауа райына байланысты осы қазір осы жерге жылжытып отырмыз. Сонда да бірақ халықтар келіп жатыр. Негізгі қойылатын сұрақтар айыппұл мәселелерін төлеу, автокөліктерін қайта жабдықтау, яғни газ баллондарын орнату, сонымен қатар көші-қон мәселесі бойынша да сұрақтар келіп түсіп жатыр.